Ата, қараңызшы, неге Шымкенттің барлық жерінде осы қызыл-сары гүл бейнеленген? Бұл жай ғана гүл ме, әлде сиқырлы белгі ме? Бұл қаланың жүрегі, әмір. Бұл белгінің қалай пайда болғанын білгің келе ме? Онда ертегіге емес, тарихқа саяхат жасайық. Я, ата. Жарайды, бастайық. Бәрі табиғаттан басталды. Бұл гүл төзімділік пен сұлулықтың символы. Ол тастақ жерде өссе де, ең ашық бояуларға ие. Уа! Жылдар өте келе, бұл табиғи сұлулық адам қолымен жаңа мағынаға ие болды. Шымкентке қандай таңба лайықты? Ол заманауи болу керек, бірақ ішінде қазақи рух сезілуі тиіс. Таптым. Қызғалдақ бұл тек гүл емес. Оның пішіні Шымкент сөзінің бас әрпіне ұқсайды. Ал оның ашылып келе жатқан қауызы қонақжайлылық пен дамудың белгісі. Бұл нұсқа несімен ерекше? Қызыл өміршеңдік пен қуат, сары оңтүстіктің жылы күні, ою өрнек біздің дәстүріміз. Бұл бүршік жарған жаңа Шымкент. Осылайша 2012 жылы бұл белгі ресми түрде бекітілді. Демек, бұл жай сурет емес екен ғой? Оның ішінде үлкен мағына бар. Дұрыс айтасың, балам. Бұл табиғаттың сыйы, тарихтың ізі және халықтың рухы. Қазір бұл қызғалдақ Шымкенттің бренді. Ол бізді бүкіл әлемге танытады. Рас па, ата? Өте әдемі екен. Шымкент. Жүрегі қызғалдақтай нәзік. Әр белгі тарих.